Қаратау ауданы Тұран шағын ауданының тұрғындары жылдан бері аяқталмаған кәріз желісінің азабын тартып келеді. Өсиет көшесінің тұрғындары мердігер мекеме Тайыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жүргізген кәріз жүйесін пайдаланамыз деп әлі күнге дейін үміттеніп жүр. Ал құжат жүзінде бәрі дайын, жүйе жұмыс істеп тұр делінген. Тұрғындардың айтуынша күн жылыда үйлеріне кәріз желісін қосып алмақ болған. Бірақ шақырған мамандардың өзі құбырлардың бірде-бірі де дайын емес деп істі аяқсыз қалдырған. Амалы таусылған халық жиылып, қол қойып, әкімдікке де, партияға да, жауапты мекемелерге де арыз жазған. Келген жауаптың бәрі бір сарында. Тексердік, бәрі дұрыс, кәріз желісі жұмыс істеп тұр деген мәлімдемеден аспаған. Біз барғанбыз комиссия болып Өсиет көшесіне. Өсиет көшесінің тұрғындарына түсініктеме жүргізгенбіз. Сондықтан бәріміз коллективный бадағнені колодезді ашып, тексеріп, су құйып көргенбіз. Су ешқандай кедергісіз ағып жатыр дедік. Өсиет көшесіндегі кәріз мәселесі тек аяқталмаған жұмыс қана емес, құжаттағы күмәнді деректерге де тіркеліп отыр. Тұрғын Сарыбай Сейіткуловтың аты жөні көрсетілген ресми акт түзілген. Онда 203 үй делініп қол қойылған. Бірақ ол бұл құжатқа ешқашан қол қоймағанын айтады. Тіпті анықтаманың қашан, қалай түзілгенінен де хабарсыз. Ал қолы бар құжатта Тұран мөлтек ауданында кәріз жүйесі сарқырап ағып жатыр деп көрсетілсе, құбырды ашып тексергенде актідегі мәліметтер шындыққа сәйкес келмейді. Мынаны мен до конца апарамын. Если потребление служебного полномочия болады, или өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланды болады. Мынау қағаз бойынша. Мен мынаны правоохранительный органға мынаны алдым, мынаны бәрін правоохранительный органға беретін боламын. Пусть мынаны заңды шешім қабылдасын. Процессуальный шешім қабылдану керек. Или мынау рас, или өтірік. Ал жауапты мекеме қызметкерлерінің айтар сөзі бөлек. Су құбыры және канализация басқармасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының орынбасары Медеу Ибраимовтың айтуынша бұл мәселе әлдеқашан шешілген. Оның сөзінше комиссия құрылып, акті толтырылған. Құжатқа сол жерде болған тұрғындардың барлығы қол қойған деген уәж айтады. Осы кісі ана жақта тұрады, тура соның жанындағы линиясын бәрін тексеріп берді, сол кісінің арызына бойынша. Арызы бойынша да. Бір істеп тұрған канализацияны көрсетеді, бол, бітті. Істеп тұрған емес, именно сол екі көшенің ортасындағы линияның бәрін ассенизатормен су құйып. Жақты біреу тексерді деп атқан жоқ, бұл жерде ешкім тексерген жоқ. Ақын емес, именно сіздің көшеңіздің жанындағы көршілеріңіз қол қойып отыр ғой бұл жерге. Бірақ бұл мен емеспін деймін. Мен бәрі істеп тұрмын мынау. Біреудің жазған сенің қолыңда, сенің көшесінде біз топта кездесеміз. Энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының ауыз сумен және су бұрумен қамту бөлімінің басшысы Асқар Ашировтың айтуынша, алдағы аптадан бастап мердігер мекеме Тайыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары іске кіріспек. Олар жол құрылысын жүргізген Береке компаниясымен бірігіп кәріз желісін тазалап, ішкі қалдықтарын шығарады деп сендіріп отыр. Алайда тұрғындар үшін бұл уәденің қаншалықты орындалатыны беймәлім. Өйткені дәл осындай сөздер бұған дейін де айтылған дейді тұрғындар. Бұл линияны осы асфальтты соғатын кезде іші асфальттың қалдықтарына мусорға толған болатын. Қазіргі таңда бағана транспорт басқармасымен бірігіп, бағана транспорттағы мердігер мекеме Береке және біздің мердігер мекеме Тайырмен бірігіп, осы колодестердің бәрін тазарту жұмыстары жүргізілді, енді жүргізілді. Біз айтып отқан жоқпыз, бұл линия қазіргі таңда идеально істеп тұр деп. Бұл әлі жұмыс жүргізіліп жатыр бұл линияда. Бұл жердің жұмысы әлі біткен жоқ. Енді Құдай қаласа, осы жылдың аяғына дейін қабылдау біздің мақсатымыз болып тұр енді. Оған қоса Қаратау ауданы Тұран шағын ауданындағы жол мәселесі де тұрғындардың жанайқайына айналған. Қағида бойынша әр көше кемінде 6 метр болуы тиіс. Өйткені жол жүрісі ережесінде бір бағыттағы жолдың ені 3 метрден кем болмауы керек деп нақты көрсетілген. Алайда Дастан көшесінде жағдай мүлде басқаша. Мұндағы жолдың ені небәрі 5 метр ғана. Бұл жерде халыққа сапалы кең жол төсеу. Себебі қайталап айтам, Сити Молл Шымкент Тұран екімен байланыстыратын ең былай айтқанда пропускной способность дейді ғой. Көліктердің кең жүретін осы көшелердің бірі, yanındagisi қандай таксиге сама осы көшемен айдап салады. А енді бұл жерде 5 метр ойлаңызшы, 3 метр ма шамамен бір көліктің ені, бір қойдың ар жағында 2 метр қалады. А бұл жерде әртүрлі жол нелер болуы мүмкін, көлік сызып кетеді, жол апаты болады деген сияқты. Сол себепті мен қазір сұранып атқаным, мынау автомобиль жолдары осы жол төсемес бұрын энергетикамен өздері жаңа орысша айтқанда согласовать дейді ғой, келісіп алып, мына трубаны 1,5-2 метр жылжыту керек еді, сол кезде жергілікті халық кәдімгі толыққанды 6 метр жолды алар еді.
Тұрғындардың сөзінше бұл мәселе бұған дейін көтерілгенімен жауапкершілікті бір-біріне ысырып тастау үйреншікті жағдайға айналған. Автомобиль жолдары басқармасы кінә энергетика компаниясында, себебі газ құбырын дұрыс орнатпаған деп түсіндірсе, тұрғындар болса нақты шешім күтумен әлі жүр. Ал жол қашан түзелетіні туралы анық жауап берілген жоқ дейді қала тұрғындары.